Biz hepimiz becakıp, nayzalar köşkö sayıldı, kılıçlar çılıyı çalıldı, ancalık eller göz yumup, anday bir sular yakıldı. Anday bir bolsa halayın hayvar, bir sözden şaşmaydı, aykırmaz bakırdı. Eni bayanın bana aydın başlayın oy! Деп ескерме деген өрүлөр жазып кеткени бар. Алыкул өлгөн жок. Алыкулдун экинчи өмүрү 107 жыл өткөнүнө карабастан канат алып, эл арасында арышын келип келүүдө. Акынды эскерүүгө арналган иш-чаралар жылына 2 ирет 21 март туулган күнүнө карата жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнүн алкагында иш-чаралар өткөрүлүп келет. Китеп окулбай калды, акындардын ырларын эскербей калышты деп айтабыз. Канаттуу ырлар канча убакыт өтсө дагы унутулбай, адамзаттын жан дүйнөсүндө жашап кала берет экен. Анын күбөсү катары Алыкулду окуйбуз деген кароо сынакка бул жолу 400дөн ашык ыр ышкыбоздор катышты. Акынга арналып жазылган жана анын ырларын көркөм окуу, сүрөткө түшүрүү боюнча кароо сынагына 1-класстан тарта 83 жаштагы карыяга чейин катышкандыгынын өзү эле элибиздин Алыкулга деген урматтоосун билдирип турат деген ишеничтемин. Биз акындар колдун болсо коңсогу, андагы кол алкоолордун ортону. Биз акындар жылдыз болсо көктөгү, андагы кол жылдыздардын чолпону. Деп атактуу акындарыбыздын бири Байырда Сармагоев Алыкул атабызга 4 сапар менен өзүнүн баасын берген экен. Сиздердин уруксатыңыздар менен Алыкулга арналган ыр майраман поэзия кечесин ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Алыкулду эскерүү инсценировкасы менен чыгар. Öptüm, kıstım boğurma. Bu
согушта өлгөнчө бир болууга, бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен. Кош киди да от карматты колума. Күн болбосо, жер да болбос, ай болбос. Ай болбосо, турмуш көркүш ай болбос. Июль түнү бешик жасанылыктын баатыр эле жылдыз тууган ай болсун. Мен тасам, жаштан гана мырданданбай, ыры жок өмүрүмө канааттанбай, Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айталбайм. Жаздын таттуу, эртеңкиси күгүм, жаздай сүйсүм, ар бир өткөн күнүмү, ташка тийип, сынган болотүнүмдөй, кубатымда шыңгыр эткен бүрүмү. Ар жыл сайын күшүмдүү жыл, түз ою, дейши будай баары бир күн, тагдырдын кырсыгынан сактап калчу, суусу бар, тынбай аккан шылдыр-шылдыр. Кечке жук, майжыттанган шамдар менен, оронгон тоо алдында биздин айыл. Бар болобу, күрөндөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Поэзия айдыны, тагып калдым, сүзүп жүргөн кайылым. О акындар келгиле деп жар салам, издеп таптым, Алыкулдун айылын. Гөл жээктеп, алпакынды бересиң, жай музыка толкунунда термейди. Ысык көлдү жолдош кылган түбөлүк, түн мүнөзү айыбы акын. Ата журтун, ооруга деп кымтылар, көзү оору, жан дүйнөсү жанжылар. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт, деген сөзү али күнү жаңа. Байкап калып, эстеликти ырактан Ким? деген суроо салды капыстан. Жанып турган жамырсыз аласыл таш Бул мен го. деп жооп берди алыстан. Бул менби? Мени эскерип атышабы? Эл журтум унутпады демек мени. Анда мен өлбөс өчпөс мунараны жөнөкөй ырсаптардан курадымбы? Ооба, акындарың эске тутат. Акындарың эске тутат. Унутпай, дайым сени эскеришет. Унутпай, дайым сени эскеришет. Кыргыздын поэзия айтымында, Алыкул Осмоновду нуурутушат. Экиге бөлдүк. Улуу муундагылар анан мектеп жашындагыларды. Анда эмесе поэзия ордосу чыгармачылык бирикмесинин төрайымы, жетекчиси Клара Ниязованы чакыралы. Урматтуу бүгүнкү алкул сүйүүчүлөр, бүгүнкү поэзия майрамыбызда мен чын жүрөктөн куттуктайм. Алыкул Осмоновго арнаган өзүмдүн калемиммен жазылган ырымды окуп берип коеюн сиздерге. Кай кыргыз бар Алыкулду билбеген, жазган ырын көөдөнүнө илбеген, азабы көп анын татаал тагдыры, кимдин гана эч жүрөгүн тилбеген. Алпакындын басып өткөн жолунда калем
сабы жолдош болуп колунда, нече ыры ата журтка арналып өчпөс болуп изи калган соңунда. Түн түшкүр түн да түшүп багына, турбай кеткен алган жары жанына, жегин жээктей жүрүп көлгө сырайткан толкун менен түндүн толгон айына. Ырларында мекен жүгүн артынып, чын берилген эл журтуна тартылып, калем кагаз түшпөй жазган колунан өпкө кысып турса дагы жанчылып. Дүйнө эли сүйүп окуп жазганын, акын чыккан тоо башына асканын, мен артынан изин улай келатам, канча жылдап басар экен басканын. Алпакындын унутулбайт эмгеги, аз жашады, тоодой болду бергени, жазган ырын бала өңдү бапестеп, поэзия бешигинде термеди. Жазган ырын бала өңдү бапестеп, поэзия бешигинде термеди. Сәлеметсіздер ме, құрметті қырғыз елі? Баршаңызға жалынды сәлем. Біз Алматы қаласынан келіп отырмыз. Әлем халықтары жазушылар одағы ұйымы атынан сіздерді осындай үлкен ұлы ақын Әлиқұл Османовтың осындай үлкен фестиваліне өткізіп отырғандарыңызға шын жүректен қуаныштымыз, әрі тілектеспіз, сәттілік тілейміз. Өте үлкен іс-шара өтіп отыр. Осы іс-шараны ұйымдастырып отырған барлық осы университеттің ректоры Қайыргүл ханым және Замир ағамыз сіздерге алғыс айта отырып, біз Әлем халықтары жазушылар одағы атынан өзіміздің алғыс хатымызды берсек дейміз. Және осы Ақтал шығармашылық бірлестігімен Замир ағамызбен біз шығармашылық осындай бірлестіктеміз, ынтымақтастамыз. Сол үшін осы кісілерге құрметті Замир Асаналиев Әлиқұл Османов атындағы қоғамдық қордың төрағасы ретінде Әлем халықтары жазушылар одағының іс-шараларына қолдау көрсетіп, белсенді қатысқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Және Замир ағамызды Әлем халықтары жазушылар одағының номері 463 куәлігіменен құттықтаймыз. Біздің Әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі. Және ағаға осы Әлем халықтары жазушылар одағының төсбелгісі. Замир ағамызға біз Әлем халықтары жазушылар одағының антологиясын алып келіп отырмыз. Біздің бұл антологиямыз көптеген ақын жазушылардың шығармаларынан құралған. Бұл Қазақстан Мәдениет Министрлігінде жақында өте үлкен 5-ші орын алды бүкіл республика бойынша. Және осы Әлиқұл Османовтың
шығармашылығын ұйымдастырып, әлем халықтары жазушылар одағымен бірлестікте болып жүрген Қайырлы ханымға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Ақтал әдеби шығармашылық бірлестігінің негізін қалаушысы, Рух бейне ел аралық шығармашылық академиясының президенті, Россия жазушылар одағының мүшесі, ақын, аудармашы ретінде әлем халықтары жазушылар одағының іс-шараларына қолдау көрсетіп, белсенді қатысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Және осы Сүлеймен Рысбаев аға, педагогика ғылымдарының докторы, профессоры, балалар әдебиетінің ақыны, Қырғыз ел аралық жазушысы, Рух бейне ел аралық шығармашылық академиясының вице-президенті және осы Ақтал шығармашылық әдеби бірлестігінің бас редакторы ретінде әлем халықтары жазушылар одағының атынан алғыс хатпен марапаттаймыз. Алғысымызды білдіреміз. Hepinize Türkiye'den selam olsun öz kardeşlerim. Ayrılalı binlerce yıl olsa da bizim kalbimiz hala Kanlı Dağları'nda atıyor. Sizlerle birlikte atıyor. Ben bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, sizin misafiriniz olmaktan, bu kutlu liderimizi anmaktan büyük mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kurbanlardan özgüçü, жаш муундарга кеңири жайылтып келе жаткандыгы жана эл аралык алып кулдоо коюбуз кароо сынагынын 2-чи орунду алгандыгы үчүн акындын чыныгы күйөрманы Клара Ниязовага алып кулдун эстелик медали ыйгарылат. Поэзия ордосунун сүрайымы. Элмирбек уулу Жеңишбек. Алып кулдоо коюбуз кароо сынагында 2-чи орунду алгандыгы үчүн акындын чыныгы күйөрманы Элмирбек уулу Жеңишбек. Саламатсыздарбы, урматтуу алып кул сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Кичине мен кененирээк маалымат берип коеюн. Азыр эми алып кулдун ырлары менен бүт поколения биринчи сүйүүсүн айтып, үйлөнүп, жайланып, бактылуу болуп турабыз. Баары билесиздер. Биз да ушу алыстан Инол университетинин өкүлү катары биз жаңы эле ушу Инол университети менен ишти баштадык. Инол университети бул Малатияда, Түркияда чоң область бар, чоң университет. Ал жерде чоң медицинасы бар, түрк маданий борбору бар. Жакында эле биздин Неслин ханымды жаңы буйрук менен урматтуу Түркиянын президенти Эрдоган түрк элдеринин, Азия элдеринин илимий изилдөө борборун ачып, биринчилерден болуп мына Кыргызстанга келет. Куттуктап койсоңор болот. Түрк элдери Кыргызга ушунчалык жакын экен, ушунчалык сыйлаганынан Неслин ханым ушу кыргыздын духу менен, кыргыздын маданияты менен жакшы бир маданиятты үйрөнөйүн деп биринчи Кыргызстандан келди да, сугарынайын деп. Ошон үчүн азыркы биринчи Кыргызстан келди. Бүгүн келип эле ушунчалык биз тез аранын ичинде аракет кылып ушинтип келип калдык. Кечирип коесуздар. Азыр экинчи биздин Закир байкебиз, бул өзү 27 жылдан бери, 28 жылдан бери Түркияда иштейт, өзү скульптор,
чоң профессор, Унел университетинде, өзү Москвада Академия наук России, скульптор, көп эмгеги бар Россияда, анан Түркияда азыр иштеп атат. Дүйнөдө 9 скульптор болсо, ошонун бири ушу биздин Закир Байкебиз. Эң таланттуу, бүт дүйнө билген скульпторлордун бири. Азыркы сөздү эми Несил ханым айымыбызга берели. Кенен айтсын, анан Закир эке өзү которуп берсин. Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım, sevgili gençler, ben sizleri bir kez daha selamlıyorum. Belki biraz önce konuştuklarım çok anlaşılmamıştı. Şimdi Zakir Bey hocam benim söylediklerimi size çevirecektir. Biz Türkiye'den geldik, Türkiye'nin güçlü bir üniversitesinden, köklü bir üniversitesinden geldik. Burada güzel işler yapmak üzere geldik. Biz Türkiye'de akademisyenler, Kırgızistan bizim için çok önemli. Tanrı Dağları, Issık Göl, bizim kalbimizin, her daim kalbimizin attığı mekanlar. O sebeple de biz buralarla işbirliği yapmak, güzel işler yapmak için seve seve hazırız. Kendimizi buralarda kendimize ait gibi hissediyoruz bu coğrafyalarda. Evet, ben buraya ilk kez geldim. Bişkek'e ilk kez geldim ama daha önceden çok kez gelmiş gibi hissediyorum. O sebeple sizleri de üniversitemize, ülkemize davet etmek istiyoruz. Bu manada Aman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bize çok güzel yollar açtı. Dostluğumuzun daha da pekişmesi için önemli kapılar araladı. Biz de bu manada her şekilde, her türlü sizlere en iyi şekilde destek olmak için hazırız. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу ректор, урматтуу коноктор, урматтуу Алыкул аанын сыйлаган адамдар, жаштар, студенттер дейт. Биз дейт Кыргызстанды аябай жакшы көрөбүз, чын жүрөктөн сүйөбүз дейт Кыргызстанды. Мен ушул жерге келген күндөн баштап биз саат 10-да келдик, 9-да эртең менен. Келгенден бери hiç өзүмү бир бөлөп бөтөн сезбедим дейт. Bir tuğanlarıma gelgende şunday sevip, жақсы жүрөгүм жылып, жақсынакай ойлорум пайда болуп атат дейт. Анан биринчи жолу Кыргызстанга келгендин себеби культурабыз менен анан баардыгыбыз денибиз, дилибиз бир болгон үчүн биринчи Кыргызстандан баштайм деп ушул жерге келип отурабыз дейт, ушу культураны. Ушул жерге биз максатыбыз бүтүн түрк дүйнөсүнө жете тургандай бир культурный центр ачканы келдик, аны да сиздерге айтып коеюн. İnşallah orada жақсы болуп калат. Анан мындан ары дагы бүтүн университеттер менен чогуу иштегенге аракет кылабыз дейт. Себеби бул силердеги тоолор, Тянь-Шань, Ала тоолор биздин эңсеп жүргөн тоолорубуз дейт. Кичинекейибизден бери ошолорду эңсеп, ошолорду жакшы көрүп көрсөтүп жүргөн чоң ойгонбуз дейт. Ошон үчүн баардыгыңызга чоң рахмат дейт. Баардыгыңыздарды Түркияга чакырам дейт. Келип конок болуп кетиңиздер дейт. Дагы могу жерден нарындан келген кичинекей бала бар экен, Майрам. Мирлан. Ушунчалык, Мирлан, ушунчалык Алыкулга да окшош экен. Ырына жазат экен. Көрсө Алыкул тирүү экен. Мына биздин Кыргызда чыга берет таланттар. Ошого мен атайын бир өзүмдүн бир подаркам берип коеюнчу. Ыраазы болдум. Чоң рахмат. Şu таланттың өркүндө өсө берсин, ден соолукта бол, Алыкулдай акын бол. Аман Өмүржан, дагы 3 конверт бердиңиз. Алыкулдун келбетине окшош 3 Алыкул чыгат азыр дагы. Дагы сиздерге бир нерсе жаңылык катарында, бул биздин Закир Байкебиз Москвада эмгеги зор да. Азыр Өргөзөгө.
баарыңыздарды бүгүнкү салтанат менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ырын жазсын акындардын баарысы, Алыкул лириканын дарысы.